Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым. Арнама қош келдіңіздер. Арнаға жазылып мені қолдап отырыңыз. Сенім, жаңа әңгіме. Көзін ашып, жан-жағына қарап біраз жатты. Дауыстан оянған сияқты болды. Аппақ құс жастықтан тұрғысы келмей керіліп, созылып, сол жағына аунап түсті. Балалары ойына түскен кезде атып тұрды да, кеше күйеуінің, бүгін бір жақсылап ұйықтап, демал, өзім қараймын, деп балалар бөлмесіне кеткені есіне түсіп, асықпай жатын бөлмеден шықты. Ас үйде балалары былдырлап, әкесі оларды еркелетіп жатқанын естіп, сыртынан біраз бақылады. Күйеуі мейірімге толы жүзбен, бүгін біздің екі батыр әкелермен қайда барғысы келеді, деп егіздерінің алдында өзі жасаған ботқасын қойып, бастарынан иіскеді. Осынша әдемі көрініске көңілі қуанған әсем, жайлап жуынатын бөлмеге өтіп, жан-жағына біраз қарап тұрды да, осы өзі түсім емес пе? Деп өң мен түсін ажыратпақ үшін өз қолын шымшып алды. Өзінің шымшығаны жанына батып кетіп, ой деп даусы шығып кетті. Ауырсынған білегін уқалай, өз ісіне өзі күліп, ваннаға су жинай бастады. 2 жылдан асса да әлі сене алмай жүр. Судың ішіне тұз, көпіршік су сабын құйып, жылы суға жата кетті. Кешіріңіз, сізге жасанды түсік жасатуға тым кеш, және егіз баланы ешкім ешқандай ақшаға алмайды. Дәрігерлердің де басы екеу емес, деді алдын ала телефонмен жасанды түсік жасатуға келіскен дәрігері. Әсем көзі қарауытып, дәрігердің кабинетінен аяғын тәлтіректеп әрең шықты. Дәліздегі орындыққа отыра сала, жылайын деп еді, кезекте отырған адамдардан ұялып, өз-өзін әрең ұстады. Дәрігердің егіз дегені тіпті есін шығарып жіберді. Сүйретіліп сыртқа шықты, аспанға қарап. Құдай бала сұрағанға бермей, мен сияқты адамдарға егіздеп неге бересің, деді де жылап жіберді. Қанша жыласа да ешкім неге жылап тұрсың демейтін сұп-сұқ сұрқай үлкен қала ғой бұл. Әйтеуір бәрі бір-бірін жете танитын ауыл емес. Ішіндегі баласын алдырамын деп әдейі қалаға келген. Ал қаладағы дәрігердің айтқаны мынау. Егіз. Қашанғы жыласын? Жан-жағына қарап, аурухананың қасындағы кафеге сүйретіліп кіріп, бір шайнек шай алдырды да, терезе жақтағы бұрышқа барып отырды. Ары қарай не істеуге болатынын ойлады. Бір бала болса, әйтеуір тістелеп жүріп өсірер еді. Егіз. Енді не істейді? Қасыңыздағы орын бос па? Деп 30-дарға келіп қалған қалалық еркек рұқсат сұрады. Қолында кішкене шынысы бар. Қалалық дегенде, ер адам болса да саусақтары жіп-жіңішке, тап-таза, үстінде аппақ костюм. Бұтында қалалық жігіттер киетін жабысып қалған шалбар. Алдындағы еркектің бастан аяғына дейін қараған әсем не дерін білмей қалды. Кафеде бос орын көп, орын жоқ дейтіндей. Қызығып қырындады дейтіндей де емес, өзінің сұлу қыздардың қатарына кірмейтінін де жақсы біледі. Сізге ыңғайлы болса отыра беріңіз, деді де терезеге қарап отыра берді. Жайланып отырып алған жігіт, шайыңыз суып қалды ғой, неге ішпей отырсыз, деді. Әсем маған айтып отырма дегендей, бетіне аңтарыла қаратты. Менің шайым ба? Деп сұрағына сұрақпен жауап берді. Әрине, сіздің шайыңыз. Мен мынадан бері байқап отырмын. Шайнектен құйғаныңызбен кесеңізден бірде ұрттап алмадыңыз. Әсем жалмажан қолындағы кеседен 1-2 рет ұрттап, бетіне қаратты. Ішіп отырмын, деді. Қалай бұлай істегенін өзі де түсінбей ыңғайсызданып қалды. Шайды негізі сіз сияқты ештеңемен араластырмай ыстықтай ішу керек, деді де өзінің кішкентай кесесінен бір ұрттап қойды. Әсем иісінен кофе ішіп отырған білді. 2 қабат болғалы иісті жақсы сезетін болған. Сізбен танысайын деп едім, атыңыз кім? Деді жігіт Әсемнің көзіне тіке қарап. Кіммен? Менмен бе? Деді Әсем жан-жағына қарап. Иә, сізбен, менің атым Дидар, деп қолын созды. Бұрын бұлай ешкіммен қол беріп таныспағандықтан Әсем сасқалақтап қалды да, 2 қолмен жігіттің қолын қысып, Әсем деді. Атын айтып болғасын ғана өзінің ерсі қылық істегенін, әйел адам еркектің қолын қыспайтынын есіне түсіп,
Сасқан адам тек тұрмастың киермен. Сізге менің есімім не үшін керек? Сізбен танысып сөйлесуге құлқым жоқ. Басқа орынға барып отырыңыз, деді. Дидар ештеңе естімеген адам сияқты. Сіз менің танысыма қатты ұқсайсыз, деді де терезеге қарады. Әсем өзінің қалада ешқандай танысы жоғын жақсы біледі. Тіпті ауылдың өзінде нағашы ағасы мен жеңгесінен басқа туысы да жоғын жақсы білетіндіктен, мен сіздің танысыңыз емеспін. Мен бұл қаладан ешкімді танымаймын. Сондықтан сіз шатастыңыз, деді енді кететін шығар деген оймен. Иә, сіз ол емессіз, бірақ мен сізге керек екенімді білемін. Не айтып отырсыз? Маған қазір Құдайда көмектеспей отырса, сіз не деп сандырақтап отырсыз өзі? Мүмкін көмектесер еді. Иә. Отырған орнында басынан найзағай отымен бір ұрса, көмектесетін болар еді, деді де соңғы сөзін әрең естірте. Мен сізді жаңа аурухадан шыққан кезіңізде көрдім. Мені ол жерге Құдай әкелді десем сенесіз бе? Деп бетіне анықтап қарады. Сіз не айтып кеттіңіз? Басқа уақыт болса да сізді тыңдар едім. Қазір сіздің әңгімеңізді тыңдамақ түгілі өз басыммен қайғы болып отырмын, деді де орнынан тұрып кетуге ыңғайланды. Әсем, мен 1 минут тыңдаңызшы, деп қолынан ұстап орнына қайта отырғызды. Сізді жаңа сыртыңыздан көрген кезде марқұм әйелімді көргендей болдым. Оның қайтыс болғанына 3-4 жыл болды. Сол уақыттан бері бірде-бір рет түсіме кірген емес. Бірақ осы соңғы апта күнде осы аурухананың алдында тұрып, мені шақырып тұрады. Содан бүгін шыдай алмай осы жерге келдім. Сіз не айтып кеттіңіз? Әйеліңіздің арты қайырлы болсын, бірақ оның маған не қатысы бар? Әйеліңіз туралы сол кісіні танитын адамдармен әңгімелессеңіз дұрыс шығар деп ойлаймын. Өзім босанам деп кесір тілігін жасатпай қойды да. Сіз не айтып кеттіңіз? Менің екіқабат екенімді қайдан білесіз? Деді Әсем жан-жағына қарап. Жоқ, мен сіздің екіқабат екеніңізді білмеймін. Қазір ғана сіз егізге екіқабат дедіңіз ғой. Дидар аңтарылып бұның бетіне қарады да, сонда сіз егіз балаға екіқабатсыз ба? Деп сұралы жүзбен біресе бетіне, біресе ішіне қарап. Әсем енді анықтап Дидардың бетіне қарады. Түрінде алдап, арбаудың өтірік айтып тұрғаны білінбейді. Ішінен адамды түрінен танитын сияқты қарадым-ау, деп көзін тайдырып әкетті. Бірақ қаланың қулары алдап арбаудың неше түрін біледі, дегенді талай естіген. Атыңыз кім еді өзіңіздің? Сізге менің аяғым ауыр ма, егіз бе, емес бе, бәрібір емес пе? Мен дәрігерге қаралайын деп келгенмін, деді неге ақталғаны белгісіз. Бұл аурухананың дәрігерлері жақсы, деді Дидар ойланып отырып. Иә, сол үшін келдім. Жақсы, қош сау болыңыз, деп орнынан тұрды да, орындыққа іліп қойған курткасын киіп сыртқа беттеді. Дидар артынан ілесе шықты. Әсем, жүріңіз, мен сізді баратын жеріңізге жеткізіп тастайын, деді. Жоқ, керек жоқ, мен алыста ауылда тұрамын, деп аялдамаға қарай жүрді. Құдай үшін, балаларыңыз үшін мені тыңдаңызшы. Мені бұл жерге марқұм әйелім бекерге шақырған жоқ, деді Дидар не істерін білмей. Әсем тоқтап қалды. Шынымен бұның екіқабат екенін ғашығы ғана білетін. Ал егіз екенін өзі қазір білді, және де мына көктен түскен сияқты пайда болған адам ғана біледі. Маған шынымен көмектескіңіз келе ме? Иә, қолынан келгенше көмектесуге дайынмын. Онда маған жұмыс тауып беріңізші, осы қаладан. Жігітім алмайды. Аяғымның ауыр екенін естіген күні менің басқа қызым бар деп кетіп қалды. Ауылда күйеусіз бала көтергенімді білсе, қара бетте белдің бәрі бетіме түкірер. Ағам да тұрғызбас үйінде. Шынымды айтсам, қазір қайда баратынымды білмей тұрмын. Мені Гүлнұр бекерге шақырмаған ғой осы жерге. 2 баланы құтқарсын деген екен ғой. Жүр, үйге барып дұрыстап шай ішейік. Қалғаны содан соң бола жатар. Әңгіменің соңы, құрметті тыңдармандар, арнаға жазылып, мені қолдап кетіңіздер. Және де менің арнамнан көптеген шынайы оқиғаларды тыңдай аласыздар.